Сәлем достар, сіздермен Назгүл. Бүгін осында керемет десерттің рецептімен бөлісетін боламын. Оған тек 2 ингредиент қажет, ал сіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кірісейік. Десертімізге 5 алма қажет, оны тазалап, бөлшектеп тураймыз. Бөлек тәрелкеге целлофан пакетін төсеп, оның ішіне алманы салып, жақсылап ауасын шығарып буамыз. Жан жағынан тесіктер жасаймыз. Пакетті жан жағынан тесіп болғаннан кейін тәрелкемен қоса микротолқынды пешке 7 минутқа қоямыз. 7 минуттан кейін алмамыз осындай жұмсақ болып шықты. Пакеттің басын кесіп, алманы бөлек тәрелкеге аударамыз. Бөлек тәрелкеге аударғаннан кейін блендермен жақсылап пюре болғанша еземіз. Алма пюресі дайын, ол әлі кішкене ыстық. Оған желатин қосамыз. Желатинді қосқаннан кейін жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Желатин бұқтырылғанша бөлек кастрөлге су қойып қайнатамыз. Кастрөлдегі суымыз қайнағаннан кейін үстіне алманы қойып, алма пюресін ерігенше 10 минуттай араластырып тұрамыз. Алмамызды 10 минуттан кейін судан алып, бөлек үлкенірек ыдысқа құйып, миксермен 15-20 минуттай еземіз. Осындай әппақ болып шығуы керек. Бөлек ыдыстың ішіне асханаға арналған пленканы төсеп, үстіне алманы құямыз. Оны құйып, жан жағын тегістеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. 2 сағат өтті достар, осылай алмамыз қатты, оны бөлек ыдысқа аударамыз. Асхана пленкасын аламыз. Десертіміз осылай біркелкі болып қатқан. Бөлшектерге кесіп, дәмін көруге кірісеміз. Егер сіз арықтауға бел буып, тәттіден бас тарта алмасаңыз, бұл десерт сізге арналған. Жеңіл әрі тойымды және тәтті болып келеді. Дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер достар, ас болсын.